21 сабақ. Сабақты бастаудан алдын мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер видеоны тоқтатып тұрып жазып алсаңдар болады. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қояйық, достар. Жылы жүрек, тәтті тіл. Пайымдау мәтінінің мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктері. 28 тапсырма. Мәтінді мұқият тыңда. Әлі неліктен білім байлықтан артық? Бір ғұлама білімнің артықшылығын бірнеше дәлелмен көрсеткен екен. Біріншіден, білім даналардан қалған мирас, ал байлық бақылардан қалған мұра. Екіншіден, білім сені бағады, ал байлықты сен бағасың. Үшіншіден, білім досыңды көбейтеді, ал байлық дұшпаныңды көбейтеді. Төртіншіден, білім іздеген сайын көбейе береді, жұмсағанмен азаймайды, ал байлық жұмсасаң азаяды. Бесіншіден, біліміңді ұрыдан қорғаудың қажеті жоқ, ал байлықты ұрылардан күнде қорғайсың. Алтыншыдан, білімді ел құрмет тұтады, ал байлығың мол болса қызғанады. Жетіншіден, білімге есеп қисап жүргізбейсің, ал байлығыңды күнде есеп деп отыруың қажет. Сызбаны пайдаланып дәлелдей білуге үйрен. Бұл пайымдау мәтіні, өйткені ол түсіндірмелі дәлелденетін бірінші бөліктен және оны түсіндіру дәлелдеу пікірі бар екінші бөліктен тұрады. Оған неліктен сұрағы қойылады. Түсіндіру дәлелдеуде біріншіден, екіншіден және басқа қыстырма сөздерді қолданады. 29 мәтінді көшіріп жаз. Дәлелденетін пікір мен дәлелдеу пікірі жалғап тұрған көмекші сөздің астын сыз. Білім байлықтан артық, себебі ол сені бағады, досыңды көбейтеді. 30 тапсырма. Ертегілердегі оқиғалардың неліктен осылай болғанын дәлелде. Мысық құйрығынан айырылып қалады, өйткені ол сүтті төгіп жібереді. Ешкі апанға секіріп түсті, өйткені оны түлкі алдап кетеді. Екі лақ суға түсіп кетті, өйткені олар бір-біріне жол бермейді. Сен таңдаған ертегінің пайымдау мәтіні екенін дәлелде. Мен таңдаған пайымдау мәтіні екенін дәлелдей кететін болсам, бұл жерде мысық және ешкі және екі лақ туралы айтылған. Сол үшін пайымдау мәтініне жатады. Олардың іс-әрекеті неліктен деген сұраққа жауап бергені үшін ол пайымдау мәтініне жатады. Шығармашылық үзіліс. 31 тапсырма. Жағдаяттан шығып көр. Мұғалімнің оқжетпес сөзін неліктен бас әріппен жазғандыңдар деген сұрағына оқушылар әртүрлі жауап берді. Мен оқжетпес деген сөзді бас әріппен жаздым, өйткені берілген мәтінде бас әріппен жазылып тұр екен. Оқжетпес деген сөзді бас әріппен жазу керек. Оқжетпес деген сөзді бас әріппен жазу керек, өйткені ол тау аты, жер, су, өзен, көл атаулары бас әріппен жазылады. Мен оқжетпес сөзін кіші әріппен жаздым. Қай оқушылардың жауабы дұрыс? Бұл жерде үшінші оқушының жауабы дұрыс, өйткені жер, су, өзен, көл атаулары үлкен әріппен бас әріппен жазылады. Бұл жауаптың қайсысы пайымдауға жатпайды? Бұл жауаптың төртінші жауап пайымдауға жатпайды, өйткені ол кіші әріппен жаздым деп айтқан. 32 тапсырма. Пайымдаудың алғашқы бөлігін оқы. Сәйкес түсіндірмені пайдалану арқылы мәтінді толықтыр. Ботаника бағында ақша ағашы өсіріледі. Ол ақша ағашы деп аталуының себебі ондағы ағаштан алынатын жемістің түрі өте сирек кездесетін, өте бағалы жемістердің бірі болып есептеледі. Сол үшін оны ақша ағашы деп айтады. Бұл ағашты өсірсе ақша мол болады деген сенім бар. Оның бұтақтарында тиін өседі. Кемпір мен шал қызға түйме қыз деп ат қойды, өйткені оның үлкендегі түймедей-ақ еді. Ойнап жүріп жылауға болмайды. Неге десеңіз, ойын болғаннан кейін бәрі болады. Қарамен жазылған сөздерді мәтін бөліктеріне байланыстырады деген пікірмен келісесің бе? Әрине келісемін, өйткені ол сөздер болмаса мәтін шықпай қалатын еді. Осымен балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сендерге сабақ түсінікті болған болса, видео пайдалы болған болса, каналымызға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік.